Сөз бостандығы ел азаматтарының өз ойлары мен идеяларын еркін жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі құқық. Дегенмен соңғы жылдары сөз бостандығы, адам құқығы мәселелері ерекше өзекті бола бастады. Оның себебі халық құқықтық жағынан сауатты бола бастады ма, немесе билік тарапынан қысым күшейді ме? Оны қазір білетін боламыз. Кеңес үкіметінің тоталитарлық жүйесінде адам құқығын қорғау мен сөз бостандығы мүлдем болмағаны бізге белгілі. Ал Америка бұл заңды 1798 жылы қабылдап қойған. Ал Қазақстанда 70 жылдық кеңестік жүйеден кейін барлығы бірден қалыпқа түсіп кетпейтіні белгілі еді. Ең алғаш 1999 жылы бақ туралы қабылданған заң Қазақстандағы ақпараттық саясатты реттеуге арналған негізгі құжаттардың бірі болды. Арада жылдар өтіп, бірнеше заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, 2024 жылы медиа саласын заманауи талаптарға сәйкес өзгертуге бағытталған заң қайта қабылданды. 2002 жылы Алтын ғасыр газетінің бас редакторы Нури Муфтах көз жұмса, 2004 жылы Алматыда Навигатор интернет газетінің журналисті Асхат Шарипов қайтыс болады. 2005 жылы оппозициялық Азат газетінің басшысы Батырхан Даримбет, 2007 жылы оппозициялық сайттың журналисті Сәкен Таужанов та көз жұмады. Әрине, олардың көбісі жол қақтығысынан көз жұмған. Бірақ бәрін байланыстыратын бір сөз бар. Ол оппозиция. Айта берсек, бұл қатарды толтыратын журналистер жетіп артады. Бірақ 2008 жылы Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев Қазақстанда сөз бостандығы бар деп жар салады. Себебі билікті ашық сынайтын Тасжарған, Свобода слова секілді басылымдар жұмыс жасайды деседі. Бірақ Тасжарған газетінің редакторы Бақытгүл Мәкімбай оны жоққа шығарады. Сөз бостандығы деген баяғыда цензурамен өткізетін болған. Кез келген жазылған айтылатын нәрсені қазір ол нәрсе жоқ. Бірақ бәрібір де айтылған нәрсе айтылған жерге жетпейді. Оны тыңдайтын ешкім жоқ бәрібір. Қазақстандағы сөз бостандығы қазіргі кезде дамып жатыр. Көбінесе өте үлкен дәрежеде дамымаса, яғни мысалы салтанаттың оқиғасы. Свобода слова в Казахстане очень ограничена, потому что с преследованием критиков власти засудят или еще что похуже. В соцсетях там более свободно. Қазақстан халқынан бұрын, мысалға, Қазақстан халқы сөз бостандығына сену үшін, сөз еркіндігіне сену үшін, азаматтық құқыққа сену үшін бұқаралық ақпарат құралдарының өзіне сөз бостандығы болу керек деп ойлаймын мен. Соңғы болып жатқан мәселелерге байланысты кейде қарап сөз бостандығы жоқ деп те ойлап қаласыз. Менің пікірімше, заң жүзінде сөз бостандығы бар. Өйткені Конституцияда шығармашылық еркіндік пен сөз бостандығы қорғалады деп жазылған, бірақ іс жүзінде келген кезде нақты сөз бостандығы шектелетін тұстар көп деп есептеймін. 2018 жылы Reporters Without Borders ұйымы сөз бостандығы бойынша рейтинг жариялады. Сол жерде Қазақстан 180 елдің ішіндегі 158 орында тұрса, 2023 жылы 134 орынға жайғасқан. Дегенмен елімізде сөз бостандығы бұзылуы, журналистерге шабуыл жиі орын алады. 2023 жылдың қаңтар айында Элмедиа оппозициялық каналының сыртқы есігін сындырып, журналист Динара Егеубаеваның көлігін өртеп жіберсе, Ұлыс медиа сайтын бұзып кіріп, бас редактор Самал Ибраеваның отбасының және өзінің жеке ақпараттарын интернет желісіне таратып жіберген. Ал Вадим Барейконың үйінің есігіне монтажға арналған пена құйып, подъезінің алдына гиперборей деп жазып кеткен. Елдегі сөз бостандығының қазіргі ахуалы көңіл көншітерлік. Себебі қарапайым халық та, кәсіби журналистер де өз құқығын біледі. Бұл еліміздің әділетті әрі ашық қоғам болып қалыптасуына тікелей әсер етеді. Сіздермен бірге болған Калидуллаева Мадина.